Бүгін сіздермен үшбұрыштың, тіктөртбұрыштың шаршының периметрін табуды өтеміз. Сіздер тіктөртбұрыштың шаршының периметрлерін әртүрлі тәсілмен есептеуді, үшбұрыш пен көпбұрыштың периметрін есептеуді меңгересіздер. Ендеше периметр дегеніміз не? Ертеде гректер өз үйінің аумағын қадаммен есептеген. Қадам пери деген сөзді, метри өлшем дегенді білдіреді. Ендеше периметр сол аумақтың өлшемі деген сөз. Периметр П әріпімен белгіленеді. Жазық геометриялық фигураның периметрін табу үшін барлық қабырғаларының қосындысын есептейміз. Бүгінгі сабағымызға байланысты видеоға назар аударайық. Периметр жазық пішінді геометриялық фигураның барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Периметрді латынның үлкен П әріпімен белгілейді. Алдымызда тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың ұзындығы 4 сантиметр, ал ені 3 сантиметр. Осы тік төртбұрыштың периметрі нешеге тең? Периметрді табу үшін барлық қабырғаларын қосу керек. Периметр тең 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр, қосылған 4 сантиметр, қосылған 3 сантиметр. Есептейміз. Периметрі 14 сантиметрге тең. Тік төртбұрыштар әртүрлі болғандықтан, сандардың орнына әріп қойып, А қосу Б, қосу А, қосу Б формуласын құрамыз. Тік төртбұрыштың периметрін басқаша есептеуге де болады. Біз тік төртбұрыштың 2 ұзындығы және 2 ені бар екенін білеміз. Сондықтан ұзындығы мен енін 2-ге көбейтіп, нәтижелерін қоссақ болады. Периметр тең 4 сантиметр, көбейту 2, қосылған 3 сантиметр, көбейту 2. Периметріміз 14 сантиметрге тең. Ұзындық пен енін әріппен ауыстырып, мынандай формула шығарып аламыз. Периметр тең А көбейтілген 2, қосу Б көбейтілген 2. Периметрді табудың үшінші тәсілі бар. Мұқият қара. Тік төртбұрыштың 2 ұзындығы мен 2 ені бар. Біз ұзындығы мен енінің мәндерін қосып, нәтижесін 2-ге көбейтсек те болады. Периметр тең 4 сантиметр, қосу 3 сантиметр, көбейтілген 2. Есептейміз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 сантиметр шығады. Ұзындығы мен енінің қосындысын әріппен алмастырып, формула құрамыз. Периметр тең А қосылған Б-ні көбейтеміз 2-ге. Қара, біз периметрді табудың 3 түрлі формуласын құрдық. Бала не істеп жатыр деп ойлайсыздар? Қағылған қадаларға арқан мен қоршау жасап жатыр. Қоршау неге ұқсайды? Дұрыс айтасыздар. Төртбұрышқа ұқсайды. Ендеше осы баланың қоршауының периметрін есептеп көрейік. 8 метр қосу, 6 метр қосу, 3 метр қосу, 15 метр. Қоршаудың периметрі 32 метрге тең екен. Енді балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Берілген фигуралардың арасынан сынық сызықтарды табыңыздар. Дұрыс айттыңыздар балалар. 1-ші және 4-ші номерлі сынық сызықтары. Сынық сызықтың буынына байланысты 5 буыннан 5 бұрыш шығады екен. 3 буынды сынық сызықтан 3 бұрыш шығады екен. Енді осы сынық сызықтың ұзындығы дегеніміз не? Сынық сызықтың ұзындығы дегеніміз оның барлық кесінділерінің қосындысына тең. Тұйықталған сынық сызық өзімен өзі қиылыспай көп бұрыш жасайды. Ал көп бұрыш дегеніміз фигураның қанша бұрыш,
қанша төбесі бар, қанша қабырғасы бар, соған байланысты. Бізде 6 бұрыш және 5 бұрыш берілген. Енді осы 6 бұрыштың периметрін есептеп көрейік. Көп бұрыштың периметрі тұйықталған сынық сызық ұзындығының немесе оның барлық қабырғасының ұзындығының қосындысына тең екен. Біздегі 6 бұрыштың периметрі А қосу Б қосу С қосу Д қосу Е және F-тің қосындысына тең. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Алдымызда жазықтық фигуралары берілген. Тік төртбұрыш, шаршы, үшбұрыштың периметрін табайық. Тік төртбұрыш дегеніміз қарама-қарсы қабырғалары тең төртбұрыш. Оны біз не қолымдағы қағаздан көрейік. Беттестіру арқылы қағазды қарама-қарсы қабырғаларын олардың тең екеніне көз жеткіземіз. Және ендерін де беттестіріп, сол арқылы қабырғаларының тең екеніне көз жеткіземіз. Ендеше тік төртбұрыш қарама-қарсы қабырғалары тең төртбұрыш екен. Шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең төртбұрыш. Ал үшбұрыш деп үш бұрышы бар, үш төбесі бар, үш қабырғасы бар геометриялық фигураны айтамыз. Енді осы фигуралардың периметрлерін әртүрлі тәсілмен есептеп көрейік. Тік төртбұрыштың екі ұзындығы, екі қабырғасы бар. Ендеше А қосу Б қосу А қосу Б-ға тең. Оны біз 2А, 2Б болғандықтан А көбейту 2 қосу Б көбейту 2 деп те жаза аламыз. Немесе А қосу Б көбейту 2 деп те шығара аламыз. Шаршының барлық қабырғалары тең болғандықтан шаршыда 4 қабырға бар. Ендеше А қосу А қосу А қосу А. Бұны біз А көбейту 4 деп те жаза аламыз. Ал үшбұрыштың 3 қабырғасы болғандықтан үшбұрыштың периметрі тең А қосу Б қосу С. Ал енді балалар үшбұрышқа байланысты есепке назар аударайық. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 26 сантиметр. Екінші қабырғасының ұзындығы біріншісінен 15 сантиметрге ұзын. Ал үшінші қабырғасының ұзындығы екіншісінен 28 сантиметрге қысқа. Үшбұрыштың периметрін есептеуіміз керек. Бұл есепте үшбұрыштың периметрін бірден табуға болады ма? Әрине болмайды. Себебі бұл құрама есеп. Құрама есепте 3 сұрағы бар. Ендеше біз бірінші сұраққа тоқталамыз. Бірінші сұраққа жауап беру үшін 26 сантиметрге 15 сантиметрді қосамыз. 41 сантиметр болады. Бұл біздің екінші А қабырғасының ұзындығы. Екінші сұраққа жауап беру үшін А қабырғасының ұзындығынан 41 сантиметрден 28 сантиметрді азайтамыз. С қабырғасы 13 сантиметрге тең екен. Ал енді балалар үшбұрыштың периметрін А қосу Б қосу С формуласына салып есептейміз. Біздің үшбұрышымыздың периметрі 80 сантиметрге тең екен. Сіздер де осылай есептеді деп сенемін. Өзіміз үшін отшашу жасап, шапалақ ұрып қояйық. Жарайсыздар. Енді біз келесі тапсырмаға өтейік. Сіздерге сәйкестендіру тестін ұсынамын. Берілген формулаларды тиісті фигуралар мен сызық арқылы сәйкестендіріп қосамыз. Сіздерге сәттілік. Ал енді өзімізді тексерейік. П тең А көбейту 4, ол шаршыға сәйкес келеді екен. П тең А қосу Б қосу С үшбұрыштың формуласы екен. П тең А қосу Б көбейту 2 тік төртбұрыштың формуласы екен. П тең А қосу Б қосу С қосу Д қосу Е қосу F көпбұрыштың, яғни 6 бұрыштың формуласы екен. Сіздер де дәл осылай орындады деп сенемін. Ал балалар, сабағымыздың соңына келіп жеттік. Дескриптор арқылы өзімізді бағалайық. Периметр ұғымын білдім. Төртбұрыш пен шаршының периметрін әртүрлі тәсілмен есептеуді үйрендім. Үшбұрыш пен көпбұрыштың периметрін есептеуді үйрендім десеңіздер,
бес бұрышты таңдаңыздар. Ал жақсы меңгердім десеңіздер, шаршыны таңдаңыздар. Жоқ, сұрағым бар десеңіздер, үш бұрышты таңдаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен не үйрендім?». Бүгінгі сабақта сендер етістіктің басқа сөз табымен байланысын анықтауды, дара және күрделі етістіктерді ажыратуды және де сын есімдермен сөз тіркестерін құрауды үйренесіңдер. Ал балалар, ендеше бастайық. Бірінші тапсырмамызға назар аударайық. Өлеңді оқы. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Өлеңді оқып берейін. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Ал балалар, енді етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетіңдер. Іске сәт. Орындап болсақ, балалар, тексеріп алайық. Жел не істеді? Еседі. Бұлт не істейді? Көшеді. Көк майсасын не істеді? Төседі. Балалар, бұл жерде қарай қойыңдар. Жел сөзі зат есім. Балалар, ендеше етістік зат есіммен байланысып тұр. Бұлт көшеді. Не көшеді? Бұлт көшеді. Бұл жерде де зат есіммен байланысып тұр. Ал мына жерге назар аударайық. Көк майсасын деген сөз, балалар, бұл күрделі зат есім. Яғни жасыл шөп деген мағынаны білдіреді. Сондықтан күрделі зат есімге бір сұрақ қоямыз. Несін төседі? Көк майсасын төседі. Сонда бұл етістік, төседі етістігі зат есіммен байланысып тұр. Бәрекелді. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырмамыз мәтінді оқып, етістіктерді тап. Мәтінді оқып берейін. Көл баяу толқып жатыр. Көлдің түбі құмақ. Қиыршық тастар да бар. Балалар көлге келді. Оңға жүз, ерінге барма, деп айқайлады Жүсіп. Айша оңға жүзді. Онымен қатар Амина жүзіп барады. Ал енді балалар, етістіктердің дара немесе күрделі екенін ажырат. Ендеше мұқият болыңдар. Ал орындап болсақ, тексеріп көрейік. Мінеке бізде мәтініміз. Ал енді дара және күрделі етістіктерді табайық. Дара етістіктер келді, барма, айқайлады және жүзді. Не істеді деген сұрақтар қойылады, балалар? Бұл жерде дара етістіктер бір ғана сөзден құралған екен. Келесі күрделі етістіктер. Күрделі етістік бұнда толқып жатыр, жүзіп барады. Не істейді? Толқып не істеп жатыр? Толқып жатыр. Не істеп барады? Жүзіп барады. Бәрекелді. Бұл жерде күрделі етістіктер екі сөзден құралған екен, балалар? Тамаша. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Ал қанеки, көрейік. Ал балалар, орындап болсақ, тексеріп алайық. Әтеш не істейді? Шақырады. Мысық не істейді? Мияулайды. Маса не істейді? Ызыңдайды. Бәрекелді балалар.
сендер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Бұл жерде балалар етістік зат есіммен байланысып тұр. Жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмамызды орындайық. Сын есімдерді қатыстырып сөз тіркесін құра. Ал мұқият бол. Керекті сөздер төменде берілген. Назар аудар. Бірінші сөздерге үлгіні оқып берейін. Дарынды бала. Қандай бала? Дарынды бала. Ал енді ары қарай өздерің ойланып, дұрыс жауап бересіңдер деген ойдамын. Ал іске сәт. Ал балалар, тексеріп алайық. Үздік оқушы. Қандай оқушы? Үздік оқушы. Алғашқы қоңырау. Қандай қоңырау? Алғашқы қоңырау. Әсем әуен. Қандай әуен? Әсем әуен. Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Асау тай. Қандай тай? Асау тай. Кенже ұл. Қандай ұл? Кенже ұл. Көңілді күн. Қандай күн? Көңілді күн. Ал балалар, бүгінгі күніміз көңілді өту үшін ойын ойнап алайық. Ал ендеше бастап көрейік. Қарама қарсы мәнді сын есімдерді табайық. Ұзын, қысқа, жақсы, жаман, ауыр, жеңіл, қатты, жұмсақ. Бәрекелді. Ал балалар, ойынымыз тамаша өтті. Енді етістік туралы не білетінімізді тексеріп алайық. Етістіктің мағынасы қандай? Сұрақтары қандай? Дара және күрделі етістік дегеніміз не? Ал ойланып көр. Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексерейік. Етістік заттың іс-әрекетін, қимылын білдіреді. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Дара етістік дегеніміз бір ғана түбірден тұрады. Яғни бір ғана сөзден құралады деген сөз. Ал сендер үлкен сыныптарға барған кезде негізгі және туынды сөздерді өтетін боласыңдар. Күрделі етістік дегеніміз екі немесе одан да көп етістіктердің тіркесу арқылы жасалады. Ал балалар, сабағымызды қорытындылап өтейік. Бүгінгі сабағымызда берілген тапсырмаларды дұрыс әрі тез орындай алсан, онда сен көк гүлді ала қой. Егер сен тапсырмаларды сәл орындауға қиналсаң, онда сары гүлді ала қой. Ал егер тапсырмаларды орындай алмай қиналып жатсаң, онда қызыл гүлді ала қой. Бәрекелді балақай. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Где чей дом? Сегодня на уроке ты узнаешь, как формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них. А также ты научишься понимать содержание прослушанного текста, определять героев последовательность событий, правильно писать сочетание «жиши», «чаща», «чущу». Ребята, нам сегодня принесли срочную телеграмму. Давайте вместе ее прочитаем. Мы забыли, кто мы есть, что нам пить и что нам есть. Выручайте, приходите и нам срочно помогите. Ребята,
От кого телеграмма? О чем просьба в этой телеграмме? Пишите последние строчки текста. Выручайте, приходите и нам срочно помогите. Почему стоят восклицательный и вопросительный знаки? Да, в этих предложениях содержится вопрос и выражена тревога, а также просьба о помощи. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту картинку. Определите, найдите несоответствие. Кто должен жить на ферме, около дома? Да, на ферме должны жить лошадь, корова, петух, собака, курица, цыплята. Как они помогают людям? Кто живет в зоопарке? В зоопарке живут дикие животные. Кому и для чего нужно озеро? Озеро нужно уткам. Кто-то перепутал места обитания животных и птиц. Помогите их вернуть в свою среду обитания. В лесу, на ферме. Кто живет в лесу, а кто живет на ферме? Давайте проверим. В лесу живут медведь, обезьяна, заяц, лиса. На ферме куры, собака, овцы, утки, корова, кошка. А кто знает, ребята, какое животное самое крупное, самое сильное, самое быстрое на земле? Ответы на эти вопросы мы получим, посмотрев интересное видео. Внимание на экран! Жануарлар. Животные. Самым крупным животным на Земле, без сомнения, можно назвать синего кита. Вес взрослого кита может превышать вес брахиозавра, самого крупного динозавра глубокой древности, и быть примерно в 30 раз больше веса африканского слона. Длина этого гиганта 26 метров, а вес почти 150 тонн. Это все равно, что поставить на весы одновременно 200 человек. На вопрос, какое самое сильное животное на Земле, многие, не задумываясь, скажут «слон». И ошибутся. Ведь слон при собственном весе в 4 тонны едва поднимет ствол дерева весом около 200 килограммов. А вот жук при собственном весе в 3 грамма может сдвинуть предметы до 2 килограммов. Самым быстрым животным, без сомнения, считается гепард. Этот зверь за каких-то 2 секунды с места может развить скорость 65 км в час, а потом бежать со скоростью 110 км в час. Скаковая лошадь, для сравнения, может бежать со скоростью чуть выше 70 км в час, а борзая – около 65 км в час. Однако, в отличие от них, гепард может развивать такую невероятную скорость только на коротких дистанциях. И следующее задание наше звучит так. У нас представлены глаголы плавает, ползает, бегает, прыгает, скачет, топает. Составь предложение и запиши с данными глаголами. Давайте проверим нашу работу. Рыбка плавает, гусеница ползает, собака бегает, обезьяна прыгает, лошадь топает, коза скачет. Отлично! Вы справились с заданием? Перед нами текст.
Давайте мы его прочитаем. Это рыжее, чудное, пушистое животное. Оно живет в чаще леса. Его пища – мыши. Ой, сколько много в этих предложениях ошибок. Пожалуйста, посмотрите внимательно, найдите ошибки, исправьте и объясните правила. А для этого мы с вами должны вспомнить правила, которые можно переформулировать «не верю ушам своим». В сочетаниях «жиши» только «и» всегда пиши. В сочетаниях «чаща» пишем только букву «а». В сочетаниях «чущу» пишем только букву «у». Проверим себя. Это рыжее, чудное, пушистое животное. Оно живет в чаще леса. Его пища – мыши. Да, и это лиса. Я предлагаю вам прочитать вместе интересную сказку, которую сочинил детский поэт Борис Захадер. Сказка про кита и кота. Что же случилось в этой сказке? Внимательно слушаем. Жили-были кот и кит. Кот огромный, просто страшный. Кит был маленький, домашний. Кит мяукал, кот пыхтел. Кит купаться не хотел, как огня воды боялся. Кот всегда над ним смеялся. Время так проводит кит. Ночью бродит, днем храпит. Кот плывет по океану. Кит из блюдца ест сметану. Ловит кит мышей на суше. Кот на море бьет баклуши. Кит царапался, кусался. Если ж был неравен спор, от врагов своих спасался, залезая на забор. Добрый кот ни с кем не дрался, от врагов уплыть старался. Плавниками бьет волну и уходит в глубину. Кит любил залезть повыше. Ночью песни пел на крыше. Позовешь его – кис-кис. Он охотно спрыгнет вниз. В этой сказке нет порядка. В ней ошибка, опечатка. Кто-то против всяких правил в сказке буквы переставил. Переправил кит на кот, кот на кит наоборот. Ну и навели порядок. В сказке больше нет загадок. В океан уходит кит, кот на кухне мирно спит. Все как надо, все прилично. Сказка стала на отлично. А теперь мы перейдем к заданиям, к нашему тексту. Итак, о ком рассказывает сказка? Об огромных котах и домашних китах, о коте, который живет как кит, и ките, который живет как кот. В чем ошибка? Кто-то неправильно написал название животных или кто-то неправильно описал жизнь животных? Боятся как огня. Очень сильно боятся. Боятся огня, немного боятся. Что означает фразеологизм «бить баклуши»? Бездельничать, бить посуду, ловить рыбу. Проверь себя. Да, сказка рассказывает, конечно же, о коте, который живет как кит, и ките, который живет как кот. Почему же так случилось? В чем ошибка? Кто-то неправильно написал название животных. Что означает выражение «бояться как огня»? Очень сильно бояться. И устойчивое выражение фразеологизм «бить баклуши» означает бездельничать, то есть ничего не делать. А теперь давайте определим, как же вели себя герои сказки – кит и
Кот не любил плавать, жил на суше, любил сметану, ловил мышей, лазал по заборам и крышам, жил в океане, прекрасно плавал, нырял. Проверь себя, как вели себя герои сказки. Кит не любил плавать, жил на суше, любил сметану, ловил мышей и лазал по заборам и крышам. А кот жил в океане, прекрасно плавал и, представляете, даже нырял. Вот такая вот путаница произошла всего лишь навсего из-за одной ошибки. Так что, пожалуйста, будьте внимательны при написании слов. Как ведут себя эти животные на самом деле? Кто выпускает фонтан, уходит на глубину, ест мышей, кормит своих детенышей молоком, дышит воздухом, царапается и кусается, работает плавниками? Какие действия мы можем отнести к коту, киту, а какие и к коту, и к киту? Да, кот ест мышей, царапается и кусается. Кит выпускает фонтан, уходит на глубину, работает плавниками. Кит и кот кормят своих детенышей молоком и дышат воздухом. Какой же вывод мы можем сделать сегодня на уроке? Каждое животное живет в своей среде обитания. Так устроена природа. Сегодня на уроке мы очень хорошо поработали. Пожалуйста, посмотри на экран и поставь себе оценку согласно своей деятельности на уроке. Вот и подошел к концу урок русского языка. До новых встреч! Үшінші сынып оқушылары балапан арнасы